Сәлем достар, мынау деген дом престарелых. Бұрын мен түсінбейтін едім, неге адамдар сондай жерге барып тұрады, неге тапсырады екен деп. Ал енді көзқарасым өзгерді. Негізі мындай жерде бұл гостиница сияқты. Үлкен кісілерге 24 сағат медсестра, сосын олардың бүкіл жағдайын істейді. Сөйтіп, мынау көшелері бүгін 25 декабрь. Бүкіл жағдайын жасайды. Сөйтіп, олар уақытында тамақтарын беріп, уақытында оларға күтім қарастырылған. Сөйтіп, емдеп, өздеріне көңілдерін көтеретін шығар. Біздің елде де қазір сондай нелер ашылып атқан сияқты. Дом престарелых деп. Әйтеуір білем, что үкіметтікі бар екен. Болашақта жекеменшік болатын шығар. Сөйтіп, менің көзқарасым жақсы. Көбінің балалары жұмыста, жұмыс жасау керек, немере бағу керек. Уақыттары көп болмайды. Сосын үлкен кісілер көңілдерін тапса, бір-бірімен дос болып, күнделікті өмірін сүреді, өткізеді көңілді. Солай менің көзқарасым.